Ассалаумағалейкум Қазақстан, арма ардақты ағайын. Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын. Ұлы мерекеміздің қарсаңында әрқашан дүбірлі дода көріп, айтысты көзімен тамашалаған ағайын өкінішке орай биыл ондай қуанышқа кенеле алмады. Оның себебі жердің бетін үрейлендірген COVID-19 пандемиясы. Десе де, біз айтыс сүйер қауымды назардан тыс қалдыра алмаймыз. Сондықтан бүгінгі мейрамның қарсаңында біз сіздермен онлайн форматында жолығып тұрмыз. Өкінетінде ештеңе жоқ. Себебі денсаулық, өмір барлығымыздың өзімізге қажет. Олай болатын болса, карантин шараларын қатаң сақтап, жақындарыңызды және өздеріңізді қауіптен сақтандырыңыздар. Бүгінгі біздің сіздерге ұсынғалы отырған жобамыз бұрынғыдан сәл ерекше. Бағзы бабамыздан қалып, бүгінде ұмыт болып бара жатқан айтыстың түрлерін заманауиландырып сіздерге ұсынғалы тұрмыз. Егер көңілдеріңізге жағып жатса, төменге пікір қалдырып, өздеріңіздің қошеметтеріңізді білдіруге болады. Айтыстың алғашқы түрі отбасылық айтыс. Отбасылық айтыстың ерекшелігі, бағзы заманда ата-бабамыз бір үйдегі атасы, келіні, ұлы, немересі де бір-бір шумақпен өздерінің ойларын білдірген деседі. Ендеше отбасылық айтыс қазіргі заманда бар болса қандай болатын еді? Тамашалаңыздар. Көрдің бе жаңалықты, жаңағыңды, әйелдер шулатты ғой алаңыңды. Әйелдердің құқығы қорғалсын деп қақ жарды жарықтықтар қара қылды. Олай болса ереке бері қара, мен де саған қояйын талабымды. Бұдан кейін сен маған ерте тұр деп, шүйіре бермегейсің танауыңды. Егегегегай, егегай, егегегегай, егегай. Костюм мен көйлегіңе үтік басып, өзің жасап аласын жамауыңды. Өзің жуып аласын табағыңды, өзің жасап аласын тамағыңды. Қалаған кезде барам төркініме, сен менің шептемейсің қалауымды. Ал көнбесең алаңға мен де шығам, ұстап ап қызыл жасыл жалауымды. Егегегегай, егегай, егегегегай, егегай. Не дейді мұна қатын? Әзілің бе бұл сенің ойының ба? Мынау менің шыным, мен зайыбым ба? Қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым бай. Ұрын қалай апырмай, білмей келгем. Қара жылан қойнымда жатқандығын қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым бай. Заңды естіп жобалы, болғың келді жоғары, тең болам деп еркекпен, жоқ екен еш обалы. Қайлайлым, қайлым, қайлайлым бай. Олай болса бүгіннен жұмыстарың толады, отынды сен жарасың, тазалайсың қораны, үйретесің асауды, сүйретесің шананы. Қолың денді болады, күрек айыр орағың, әскерге де барып көр, оңай мекен ол жағы. Қайлайлым, қайлым, қайлайлым бай. Ауыр жұмыс сеніңде, мойныңда болады, ауыр жұмыс сеніңде, мойныңда болады. Қайлайлым, қайлым, қайлайлым бай. Әке, ана, сіздерге не көрінді, мен тіпті білмей тұрмын. Не дерімді? Үлкендердің сөзіне араласпа. Біз сөйлесіп жатқанда жағаласпа. Ата, бірдеңе деші мынаған, бірдеңе деші. Не болды мұна?
Бір-екі ұрысардай маған мұнда артық сөз айтпап еді балаң мұнда ұрысып жұлысардай бір-біріңмен отырған жоқсыздар ғой хал алдында егига балалардың құқығы қорғау жайлы тарады парламентте хабар мыңға қысқасы балалардың құқығы бар қаймықпай ой айтуға хан алдында құқығымды мына менің шектесеңіз жауап беріп жүрмегейсіз заң алдында Ой, сен айттыр не қылдайды, мына балдар не қылдайды, Болды жетті тоқтатың ұрыспаңдар Естіп жатқан көршілер туыстар бар Ұлыстың ұлы күні кеп жеткенде Туысты қатынасты дұрыстаңдар Бұл үйдің кешесі де егесі де Шетінен заң білем деп егеседі Наурызда ренжігендер татуласып Үстігіл күнменен түн теңеседі Бар еді жазылмаған зала заңы Апырмай білмейсіңдер неге соны Ержегі шаңырақтың егеседі Ал әйел ұстап тұрғаны шегеседі Келешегі иіліп тұрса ғана Еркектің айдарынан жел еседі Ерінің абыройы биіктесе Жарының беделі де тең өседі Баласы ата-анасын сыйлас егер Болады талабының бол есебі Осай бала деген қарыздар ата-анаға Мәңгілік өтелмейді берешегі Әр адам өз орнын білу керек Бабадан мұра болған жол осы еді Осындай тәртіппенен жүрсе ғана Халықтың жарқын болар келешегі Көпшіліктің жадында өкінішке орай көп сақталмаған айтыстың тағы бір түрі өлі мен тірінің айтысы. Бұл айтыстың аты ғана. Әйтпесе өлі мен тірі айтысу мүмкін емес қой. Оны барлығымыз жақсы білеміз. Бұл айтыстың мағынасы мен мақсаты атам заманынан бері біздің бабаларымыз өзінің жас ұрпағымен тілдесудің жолын осылай тапқан екен. Өлі мен тірінің айтысы дегеніміз ол жас ұрпаққа бағзы бабалардан келе жатқан салт санамыздағы дәстүрді, тәрбиені ұмыттырмай сіңіру. Скыр. Ассалаумағалейкум деп бастайын сөз басын дамылдаған мына тілім бұл жастарды қозғас саламатташқа қалайсың балаң бүгін рэп қылсын домбыраңды асынып қай ғасырда деп тұрсың біздің заман осындай ойнаймыз да күлеміз атқа мінбейсендердей ламборгини мінеміз лайк жинап халықтан инстаграмға кіреміз сендер қандай едіңдер осындаймыз міне біз Найза ұстасақ жапырып жауғырғанбыз, атқа мінсек даланы шаңғылғанбыз. Дұшпандардың дізесін дірілдетіп ұлы Қытай қорғанын салдырғанбыз. Жерімізге көз алартқан қалмақтың да қанын өзен сүйегін тау қылғанбыз. Қазақ қызын әрқашан қадірі тұтып, маңдайының жұлдызын жандырғанбыз. Ерегескен дұшпанның жерін алып, хандарының қызында жарғылғанбыз. Ұлан ғайыр даланы қанмен қорғап, аманат қып сендерге қалдырғанбыз.
баласыңдар, танымаған бақадыр бабасын дәл. Өздеріңе көңілім толмай отыр, мықтымын дегеніңе таласым бар. Шаштарыңды өсіріп одан қалса жігіт болып сырғаны тағасыңдар. Тәндеріңе суретті саласыңдар, қолдарың ашылымды аласыңдар. Қыз менен қыз, ер менен ер үйленіп, заманымда боп жатыр адасулар. Сөздеріңе қарасам дарасыңдар, істеріңе қарасам шаласыңдар. Қаншама топтан оздым деп мақтанған мен, рухани артта қалып барасыңдар, барасыңдар. Йо, скррррр! Дейді бізді бал екен, басқалардан жал екен, адашқаның біздерге абидосы бар екен, абидосы бар екен. Айтқанның барлығы әңгімесі мол екен, киіміміз осындай, үстімізге сән екен, үстімізге тар екен. Біз осындай бөлекпіз, өзгелерден ерекпіз, заман осылай болса екен, біз осындай демекпіз. Айтшы онда аташқа қандай болу керекпіз, айтшы онда аташқа қандай болу керекпіз. Көшіне ілестім деп замананың қатені алыпсыңдар балаларым. Өздеріңе өнеге мен айтайын, өсиет керек болса қалағаның. Ең бірінші Аллаға құл болыңдар, жаратқанға айтылсын бар амалың. Барлық қазақ құрметтеп ана тілін, ойларыңды тіліңмен саралағын. Өзгелердің қаңсығын таңсық көрмей, дәстүріңді дәріптеп бағалағын. Домбырамен айтысып терім айтыңдар, өзгенің қайтесіңдер барабанын. Қазақтың үлгі тұтып даналарын, қазақтың үлгі етіңдер аналарын. Ешқайда да адасып қор болмайсыңдар, жолы менен жүрсеңдер, ей бабалардың ай, ей бабалардың ай. Ей қазағым елім десін, жерім десін, бірақ та бір-бірінен бөлінбесін. Ей қазақтың жас ұрпақ ұл қыздары, көк байрақ желбіреп тұр көгіңде шын. Азаттығың келген соң азаппенен бүгін дархан далаңның төріндесің. Ей тәуелсіздік жолында тер төгілген, боздақтарым бас тіккен өлімге шын. Ай бірақ қазақ ешқашан ар төкпеген, рухының білген содан жеңілмесін. Азаттығың мәңгілік болу үшін, ей жастар ар ешқашанда ей төгілмесін, төгілмесін. Айтыстың бүгінге дейін өзіне деген қызығушылығын жоғалтпаған бір түрі бәдік айтыс. Я бәдік айтыс. Ол бәдік айтыс бағзы заманнан бері ата-бабамыздан келе жатқан сұлу әзіл дәстүр. Бәдік айтыстың мәтіні бір мағына беруі мүмкін, ал көрермен оны мүлде басқа мағынада түсінуі мүмкін. Оның қызығы осында. Бәдік айтыстың бүгінгі түрлерінде сіздер болып жатқан айтыстардан бір емес бірнеше рет көріп жүрсіздер. Мысалы, Мақсат Аханов пен Жансая Мусинаның айтысы сияқты қызықты әзілі араласқан, дәмді сөзбен әшекейленген айтыс. Бүгін біз сіздерге бәдік айтыстың тағы бір түрін ұсынғалы тұрмыз. Қабыл алыңыздар. Іздесеңдер жемістер, әрине бар, үлкен кіші кәрімен сәбиге бар. Қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым, басқалардың табары китайский, ал менікі местный оригинал. Қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым, саудагер бір мұзаттай, базарда жүр құр жатпай, күнде
бірге тұрғасын, болып кеттік сұлу жақтай. Әзіл айтсам күлетін, сен боласың ыржақпай. Қызды көрсе қырындар, мен боламын қыз жақпай. Қайлайлым, қайлайлым, ай. Бостан босқа базарда, жаурайсың ба? Құшақтасам оттай боп, жанбайсың ба? Қайлайлым, ай. Бай болам деп базарда, дірдектемей, бір бай тауып базардан алмайсың ба? Қайлайлым, балдай тәтті шекер қыз, өтер көктем өтер күз. Сен де бойдақ екенсің, біз де бойдақ екенбіз. Екі жарты қосылып, бір бүтін боп өтерміз. Қос коммерсант қосылып, миллионер боп кетерміз. Бойдақ болып базарда, жаурап тұрмыз бекерміз. Саудагер қыз бері кел, емес едің бөтен қыз. Бірімізді біріміз жылытайық екенбіз. Қайлайлым, қатырасың бала? Сондай мен сондай. Нәрсе айтып жүр? Ойың сенің не деген көркем еді, Ирақ ниет Нұрзатқа еркеледі. Жаурасаң жылытамын деп отыр ғой, ойпырмай мынау неткен еркек еді. Жылытам деген сөзің ұнап қалды, суығым тартып тұр ет желкедегі. Сол суықтың барлығын шығаруға, білмеймін жігіт қанша тер төгеді. Табаннан өткен сыздар аз емес қой, ендеше керегердің ең шебері. Бұл сөзді сен айтпасаң басқа жігіт айтар ет, кешпе әлде ертемеді. Сондықтан келем десең кет демеймін, аралап қайтсақ дағы жер төлені. Айтпақшы құшақтаймын деп қалдың ғой, тоңғанда осы емес пе ең керегі? Бірақ та құшақтауға қорқып тұрмын, өйткені ол сезіммен өлшенеді. Құшақтасаң білесің от шығады, от шықса мына базар өртенеді. Қызығып тұрмасам да затыңа мен, оригинал дейсің ау бақылап ем. Мен бірақ бұл сөзіңе сен алмаймын, өніміңді жүрсің ғой сатып әрең. Келген қалық сенен емес менен алып, өткен жолы бір-екі рет қапыға бең. Саудам жақсы болған соң бастығымның біраз ақша аудардым шотына мен. Қыз баламен дауласып қайтпекшісін, жылынатын тұрғанда жақын әлем. Сен деген жайқалатын терексің ғой, мен болсам жайнап тұрған жапырақ ем. Мына менің саудамды өткізейік, күйдесең сонда күйем отыңа мен. Аренданың ақшасын шығарсақ қой, қылжақтасаң сонда жақтап отырар ем. Планды қарыз қылмай өткіз алсақ, алғыс айтып арнайы шақырар ем. Шай беріп, жаурасаң кофе беріп, олаз десең қымыз құйып сапырар ем. Үмітімді ақтасаң осылайша, жылытуды өзім-ақ қатырар ем. Көңіліңнің жығайын неге алауын, жасап жатса өзіңді ер амалын. Оригинал дейсің ғой сенің затың, көр алмайды деп қалма, көр аламын. Китайский емес қой менікі де, гарантия мен саған бер аламын. Жоқ
демейсің нәрсеге, мен сұраған. Олай болса көрші қыз, келші маған қайлайлым, 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 ай. Бойыңдағы суықтың, бәрін жойып, шылқылдатып маңдайдан, терші қарам қайлайлым, қайлайлым, ай. Күмбірлесін көмейін, арта берсін мерейін, көніп тұр ғой мына қыз, бұған басқа не дейін. Жер төлеге барғанда қолтығыңнан демейін, арендасы түгілі қалың малын төлейін. Қымыз берем деп жатсың, оныңды да елейін, піспегіммен піспелеп, көбік шашып күбіңнен рахатқа бөлейін. Табарыңды мақтасаң, оныңа да көнейін, гарантиям бар дейсің, айтқаныңа сенейін, пробасын бір жасап, онда баға берейін, дәмін татып алмаңнан қысып көрейін. Қайлайлым, ай. Құшақтасам жіберем, пажар қылып, сүйіп алсам жіберем, ажарлығып қайлайлым, ай. Балалы үй базар дебей, айтушы еді, шулатқасын үйдазан, қазан қылып қайлайлым, ай. Бала санын көбейтебей, жіберейіп, жұмыс түгіл үйді де базар қылып қайлайлым, ай. Қалды ғой өлеңіңнен ажар кіріп, жақсы айттың тұрған кезде мазам құрып. Бойдақ болу олдағы бір күнә ғой, отау құрып күнәннен тазар жігіт. Алмамды ұстат десең ұстатайын, дәмсіз екен демесең пазор қылып. Қарағым жасадым ғой қалауыңды, ашып отыр ендеше қабағыңды. Осы менен екеуміз қоштасалық, сен де менің ұмытпа жамалыңды. Алмамды қолыңменен қысып көріп, толықтай тексердің ғой табарымды. Менде не бар бәрін ашып көрсеттім ғой, мен де сенің тосамын жауабыңды. Өзіңдікі қандай екен қоштасарда, ұстап көрсем болама бананыңды. Әнде айтып беререм, әнші емеспін, аңда атып беререм, аңшы емеспін. Қайлайлым, ай. Ұстағаның түгемес, бананымның дәмін татып көрсең де қарсы емеспін. Қайлайлым, ай. Сен менің айналдың ау қамқорыма, мен өзім ризамын жалпоныңа. Сап-сары қисығыңа қызықтым ғой. Қызығады бәрі қызықты. Қызыққам жоқ капуста мен картобыңа. Ренжемесең дәмін үйден көрейінші. Салып берсең жақсы еді сәл көгіне. Бірақ қазір тәбетім болмай отыр, сондықтан ала алмаймын дәл қолыма. Өйткені жаңа ғана қасымдағы қанаттың тойып абем маркобына. Дәмін үйде көремін, деп тұр әнім, бананымның бал дәмі көп қынады. Қайлайлым, ай. Дәмін татып бір мәрте, көрген жандар постоянный клиент боп кеп тұрады. Қайлайлым, ай. Ұлы
барамыз айтыстың тағы да бір қызықты түрі ол өтірік айтыс. Бұл айтыстың түрі өз құндылығын әлі күнге жоғалтқан жоқ. Қазіргі айтыстың да ішінде өтірік айтыс кейде кездеседі. Тіпті кеңес одағы кезінде де біздің аталарымыз әдебиетке Тазша бала, Алдаркөсе деген кейіпкерлер арқылы өтірік айтыстың үлгілерін енгізген екен. Ал бүгінгі заманның өтірік айтысы қалай болатынын сіздер тамашалап, бағасын беріңіздер, жақындарыңызды сақтаңыздар. Кеп қалды алдарыңа гомерлерің, дайын ба Оскар менен Нобелдерің. Тәуке ханның тұсында дүниеге кеп 500 жыл ғұмырымда не көрмедім. Ертөстікпен мініп бір самолетке жер асты әлеміне төмендедім. Көл таусар таусоғармен бірге жүрдім, аралап жер астының көп елдерін. Ғарышқа Гагариннен бұрын ұшып, Марста қияр егіп жер өңдедім. Шыңғыс ханның қызының бетін ашып, Наполеонның қызымен донер жедім. Тамирис ханшайымға жаздырғанмын арнайы Тиматидің өлеңдерін. Мерседеске мінгіздім ең алғаш боп қазақтың Абылайдай кемеңгерін. Сотовый телефонға жазып алдым Керей мен Жәнібектің номерлерін. Өтіп кеткен заманда өмір сүріп жап-жас боп қартаймадым, көнермедім. Тоқайып өзі звондап шақырмаса 21 ғасырға келермедім. Саңырау мен Мылқаудан сұраңыздар, сөзіме сенбесеңдер егер менің. Айтыс пен ақындарды жек көретін армысың Ленинградтық өрендерім. Гималай театрына сыймай отқан ассалаумағалейкүм көрерменім ай. Жарысып Мексиканың мешінімен кеп қалдым Венгрияның вечерінен. Тек қана біздің елдің астанасы аталмайды елбасының есімімен. Байқұс банк халықтан қарыз алып, өліп өшіп қайтарады өсімімен. Әкімдер қайыр сұрап қол жайып тұр қазақтың жетімі мен жесірінен. Жалақысы жетпейтін жартынанға депутаттар халықтың досы білем. Митингіге шығуда министрлер баспана жоқ тентіреп 5 ұлымен. Көп балалы аналар құлақ аспай оларды айырудан несібінен. Басшыға қарсы шығу күнә бопты Шейх Мұхтар Әблязовтың шешімімен. Шенеуніктер қалай жүр, аштан өлмей түсін алмай өлдім ау осынымен. Базарда арбайдап жүр миллионерлер сығалап телешкінің тесігінен. Офисте отырып ап бұйрық бергіш официант мырзаларға өшігіп ем. Қазақстан дамымай тұр осындай кесапат адамдардың кесімімен. Технична ел байлығын тонап жатқан техничка апайлардың кесірінен ай. Миражан Мамонттан да ірісін ғой, кеш өлібең ал бүгін тірісін ғой. Мемлекеттің 95 теңгесін жеп шетелге қашып кеткен ұрысын ғой. Қай бетіңмен кеп тұрсың төркініңе Қытайға тиген қыздың бірісін ғой. Сықсиған көздеріңе қарағанда Цой деген министрдің ұлысын ғой. Өз басым өтірікті әрең айттым ақынға балет билеу ұлысын ғой. Ал енді эстафета ұсынайын су жұқпа судыр Ахмет туысын ғой. Өтірік айтуға сен қиналмассың, өзіңнің күнделікті жұмысын ғой ай.
Ақиқаттың құйрығы бірақ тұтам депті ғой баяғыда бірақ құтан. Өтірікпен ісіміз өрге басып атады алдымыздан шуақты таң. Айтпаса өтіріктің ата сөйлер шындықты көп айтпауды мұрат тұтам. Хайла лилля лилля вай. 100-ші жұлдызында февральдың 100 баланың әкесі болып алдым. Ұлдарым үйленем деп қоймаған соң барлық ұлттың қыздарын көріп алдым. Анан дейдей болсын деп болашақта үндіден кәләнидей келін алдым. Қалың малын бермей-ақ ақштағы Анджелина Джолиді тегін алдым. Қытайға барғанымда Брюслидің қарындасын өзіме жегіп алдым. Бәрібір жерлерің бос жатыр ғой деп Қытайдың жалға сұрап жерін алдым. Өздеріне екесе қымбат қылып сату үшін мұнайын сорып алдым. Пекиннен тасбақамен жолға шығып, ұшақтан бүгін бұрын келіп алдым. Мен өзі жүрек жұтқан батыр едім, таспен ұрып талайды жеңіп алдым. Бекежанды шақырып жекпе-жекке Джекичан бабамыздың кегін алдым. Хайла лилля лилля вай. Сұлулар сыйламайды үміт кімге, қалыппын Катиямен шығып біргем. Шыңғысқан заманынан бері қарайым, жүруші дос боп ойнап күліп біргем. Қызғанып мені басқа жас қыздардан, артымнан қалмаушы едің жігіт күнде. Уақыт шіркін ешкімді аямайды, міне бүгін келіпсің 41-ге. Барынша Қазақстанын көбейтем деп жатырсың бір баладан туып күнде. Уақытша байың менен ажырасып пособие алғаннан соң біріктің бе? Құжаттарды дұрыстап ала кел деп адам құсап айтқан ем түрік тілде. Үкімет әр балаға беріп жатқан 28 теңгеге іліктің бау. Хайла лилля лилля вай. Жерді өңдеп басқадан дара тұрсаң, қуанам соған назар сала тұрсаң. Түріңіз жарқырап тұр әппақ болып, бейне бір секілденіп жанатын шам. Катяжан фигураңыз жақсы қазір, не боласың 130 бала тусаң. Марсқа барып келдім деп жатырсың. Қайтеміз ерекше боп жаратылсаң. Сен барған Марс жаққа мен де бардым. Осы жерге ғарыштан кеп отырсам. Аспан жақта көріскен екенбіз ғой, әйбәсе қайдан көрдім деп отырсам. Хайла лилля лилля вай. Әжептеуір жер екен ғой, жер болғанда көкпенбек көл екен ғой. Тарихта адамдардың арасынан Марсқа барған жалғыз мен екен ғой. Ол жаққа мен де барып келдім дейсің, бұл да бір қыдырым пас сер екен ғой. Марста сені көрдім деп қоясың, түсім деп отырғаным өң екен ғой. Мен де бір қотыр ешкі көріп едім, маңырап мида шыққан сен екен ғой. Қарсыласым Қалиев Серікзатұл жеңем деп өз-өзіне сеніп жатыр. 28 теңгені алдың ба деп мынаның іші күйі бөліп жатыр. Алған жоқпын үйіме әкеп берді, ақшаны досың бұлай бөліп жатыр. 5 қабатты үй салдым 5 теңгеге, байыған соң баспанам кеңіп жатыр. 10 баламды оқыттым 10 теңгеге, ұл қызым шетелде өсіп өніп жатыр. Сосын 8 теңгеге сатып алған гаражымда 85 көлік жатыр.
Қалған барлық ақшамды шаша салдым, көрші қолаң жабылып теріп жатыр. 28 теңгенің рахатын 200 миллиард қазақ көріп жатыр. Үстіне ерсап мініп балараның, құмырсқаның тұяғын тағаладым. Ол қызының қызығын көріп жатыр, бала туып көрмеген аналарым. Діни ән айтатұғын топ құрыпты, Баян Мақсат қызындай қаранарым. Кәмшат Жолдыбаева халал тойда тамада боп тауып жүр гонорарын. Караван газетіне рахмет, жақсы екен қалаулымдай жобаларың. Халыққа арнамысты үйретуде Ашаматай секілді ағаларым. Шырын деген бір кемпір пайда бопты, сақтаған дақ түсірмей адаларын. Әуретін ешкімге де көрсетпейді, қумайды ол Европаның модаларын. Қазақтың мақтанышы мін осылар, ұяттан өлтірмеген бабаларын. Байзакова Айжандар аман болсын, басынан тастамайтын орамалын. Қарындас қарның ашса адам жеңіз, ағаңды өтірікке маман деңіз. Екеуміз 8 сағат бокстастық, осымен біздің раунд тәмәм деңіз. Айтысқан нәрестесін ертіп келген, айтамыз шын жүректен саған лебіз. Менімен отырып ап салғыласпай, бардағы жылап жатқан балаң деміз. Балам бар, емізетін балдарым егізетін. Екеуі туа сала алып болдым, тепкенде тау қопарып бел үзетін. Пілдің етін бермесем бір тоймайды, жұмырына жүк көрмейді өгізетін. Айтысты аяқтасақ аяқтайық, жайым жоқ егізімнен қол үзетін. Уақытта кеп қалды балдарыма десертке динозавр жегізетін. Хайда лилилля, лилилля, вай. Марстан жерге қарай құлап кеттім, Қазақстан дейтін елде тұрақ тептім. Ковидтің емін тауып қазақтардың қанына вакцина ғып шұбат тектім. Ұстап алып тепкіледім, көгертіп дымын қоймай құлақ беттің. Қазақтардың жерінен әрі кеттеп, ковидтің құйрығынан бірақ тептім. Хайла лилилля, лилилля, вай. Атанам өсіргесін сауатты қып, жүрушен банктерді тонап кіріп. Ұлттық мейрам Хэллоуин құтты болсын, қазақ дейтін танымал талантты ұлт. Хэллоуин күнде бола бермес, менден де шеғыл қылайын жомарт қылып. Құмырсқа сойып бүгін барлығыңды үйіме шақырамын, қонақ қылып. Хайла лилилля, лилилля, вай. Айтыс өнеріндегі қызықты әрі тылсым бір түрі ол жан жануарлардың айтысы. Иә, сіздер дұрыс естідіңіздер. Бұрыннан бері біздің ата-бабамыздың ауыз әдебиетінде сиыр мен кемпірдің айтысы, қой мен қойшының айтысы деген айтыстар болған. Ал бүгін біз ұлыстың ұлы мейрамы қарсаңында күн мен түн теңеліп, жыл санағы ауысып жатқан уақытта сіздерге 2 жыл атауының айтысын ұсынып отырмыз. Яғни тышқан жылы мен сиыр жылының айтысы. Қабыл алыңыздар. Айтыстың мен бастайын бұл рәсімін, өйткені бағзыдан ақ жылбасымын. Жатып ішер емеспін, жер төледе арпа мен бидай тасу бір кәсібім.
құрт пен шұжық дегенге құмармын мен, ірімшік ода менің шын ғашығым. Мысық біткен ортақ жау болғаннан соң, Криса братаңның сырласымын. Еуропалық емеспін, атым тышқан, осынау Азияның тумасымын. Сен білмесең, адамдар жақсы білет, тышқан жылы туғанның құрдасымын. Амансың ба қалың қалай сиыр қалқа, дейсің бе төрт түліктің руласымын. Артымнан неге сонша қалмай жүрсің, көкейіңде құпияң бар бір жасырын. Мен келген жыл береке, мереке ғой, сен келген жыл жылдашу, жылда шығын. 37 келгенде репрессия боп, қазақтар жоғалтты ғой түрлі асылын. Мен келген жыл қонайып басшы болып, бағындырып еді ғой тұлға шыңын. Сен келген жыл қайтадан құлап қалып, орыстың бағы жанды мырзасының. Көп күттірмей берейін кезегіңді, біреуі екенсің ғой ұрғашының. Осындай жағдайларды тиек етіп, төңірекке мөңіреп, жырлашы бір хайла Ұрғашы дейсің бе мені малдым, саған еріп биылдағы келіп алдым. Қай бір жылдар қиыншылық кездескенмен, ал іздеме жақсылықпен жолығар күн. Ол рас бұған дейін бір жылдары шекарамды өзбектен бұрып алды. Батыстан мұнай тауып тағы бірде Самараға құбыр тартып сорып алды. 7 айдан Ақтауға газ жеткізіп, халықтың жүрегінен орын алды. Қапшағайда электр станциясы, қуаныштан шаттанды оның әргі. 2000 жыл жинаған абыройыңды 2020-ға кеп төгіп алды. Сәтімізде айтысып сауық құрған, бар мінімді айттың ғой салық қылған. Сиыр дейтін, мал дейтін мақұлық деп, кезінде айтыпты ғой тауып бір жан. Ау сәке, артық айтсам айып етпе, мал десе мал екенсің, барып тұрған. Тазалап алдағана миыңды бір, сиыр қалқа сипаған сыйымды біл. Екеміз араздасып, ештеңке таппаймыз ғой. Онсыз да бұл өмірге, онсыз да от қоюға үйір ғұмыр. Одан да тату тәтті қоштасайық. Одан да тату тәтті қоштасайық. Ой, әкең қалай ет. Одан да тату тәтті қоштасайық. Талай кезең өтті ғой қиынды жыл. Өткен кеткен арттағы бәрі қалып, береке толып толсын биылғы жыл. Хайла Сен секілді ойласын елімдігім, сен секілді жайласын жерімдігім. Егеу құйрық жерлесім айтқандайын, берекелі болса екен менің жылым. Тышқан жан олай болса сен де аман бол, қоштасарда бөгесін жолыңдығым. Болашағың бар деп мен айта аламын, себебінде айта кетем оның бүгін. Өткені кеміргіштің біреу едің, бірақ та көрмеймін мен оның дымын.
ай осы беттен таймасаң сен бір жерде тесіп шығатының ай Мінекей қадірменді ағайындар, өздеріңіз көргендей бұрында айтыстың осындай түрлері болған. Ал бүгін біз сіздерге сол айтыс түрлерінің кішігірім үлгісін ғана көрсеттік. Көңілдеріңізге жақса, осы видеоның астына өз пікірлеріңізді қалдырып, аямай лайк бассаңыздар, біз сіздер қошеметтеді деп мәз-мәйрам болып қаламыз. Алдағы уақытта Алла қаласа сіздерге айтыстың әлі де басқа түрлерін таныстырамыз деген үміттеміз. Әрдайым жұртымыз аман, еліміз дерттен сау болсын. Жақындарыңызды, өздеріңізді қауіптен қорғап, карантин шараларын сақтауды ұмытпаңыздар. Ұлыс оң болсын, Наурыз құтты болсын. Thank you.